Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгін сіздермен бірге болатын мен Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Қарасай аудандық филиалының оқытушысы Фатима Төлегенқызы Сағымбекова. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шақырып жіберші. Грамматикалық тақырып дағы қосымшасы. Жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Даңғыл, жағалау, сол жағы, орналасқан, салыну, жан-жақа, тұрғын, күн сәулесіндей, сұрау, басқаша, гүлзар. Жаңа сөздерді дәптерлеріңізге жазып, жаттап алыңыздар. Бірінші тапсырманы орындаңыз. Сұрақтарға жауап беріңіз. Алматы қаласына келгенде көшелердің қиылысын сұрайсыз ба? Сіздің қалада көшелер қалай орналасқан? Күн сәулесіндей ортадан жан-жаққа шашыраған көшелер туралы естідіңіз бе? Келесі оқылым тапсырмасы. Бірге дауыстап оқиық. Қалалардағы көшелер. Алматы тұрғындары мен қонақтары бір үйді іздесе, ол қай көшелердің қиылысында орналасқан деп сұрайды. Неге? Себебі Алматы көшелері тік салынған. Бір көше екінші көшемен қиылысады. Нұрсұлтан қаласының Есіл өзенінің сол жағалауындағы көшелер тура солай салынып жатыр. Ал ежелгі қалалардың көшелері мен даңғылдары басқаша. Мысалы, Римде олай ешқашан сұрамайды. Өйткені бұл қаланың көшелері күн сәулесіндей ортадан жан-жаққа шашыраған. Оқылым тапсырмасы бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Қай қалалардың көшелері тік келеді? Қандай қалалардың көшелері тік емес? Алматы тұрғындары неге көшелердің қиылысын сұрайды? Ежелгі Рим қаласының тұрғындары көшелер қиылысын сұрай ма? Тексеріңіз. Алматы және Нұрсұлтан қалаларының көшелері тік келеді.
Ежелгі қалалардың көшелері мен даңғылдары басқаша. Көшелері тік емес. Алматы тұрғындары көшелердің қиылысын сұрайды. Себебі, Алматы көшелері тік салынған. Бір көше екінші көшемен қиылысады. Ежелгі Рим қаласының тұрғындары көшелер қиылысын ешқашан сұрамайды. Өйткені бұл қаланың көшелері күн сәулесіндей ортадан жан-жаққа шашыраған. Келесі грамматикалық тақырып. Дағы қосымшасы. Біреуге тиесілі немесе бір жерде орналасқан нәрселерді ықшамдап айту үшін дағы дегі, тағы тегі қосымшалары қолданылады. Мысалы, Айжандағы ұялы телефон менікі. Айжанның қолындағы телефон менікі. Айжанның қолында тұрған телефон менікі. Абылай хан даңғылындағы ғимараттар қашан салынды? Абылай хан даңғылында орналасқан ғимараттар қашан салынды? Қосымшалары. Дағы дегі, тағы тегі, сындағы сіндегі, ындағы індегі. Грамматикалық тақырып бойынша тапсырма орындаңыз. Тиісті қосымшаларды қосыңыз. Тексеріңіз. Үлкен үйдегі. Оспановтар үйіндегі. Қызыл киімдегі. Сән киім дүкеніндегі. Отбасы фотосуретіндегі. 5-ші фотосуреттегі. Володяның туған күніндегі. Туған күндегі. 2 шаңырақтағы. Қара шаңырақ иесіндегі. Мына тұсаукесердегі. Аяқ киім тұсаукесеріндегі. Әдемі жейдедегі. Арман жейдесіндегі. Көкшетау қаласындағы. Жас қаладағы. Келесі тапсырма. Қажетті сөздерге дағы дегі, тағы тегі, сындағы сіндегі қосымшасын қосыңыз.
Тексеріңіз. Абай көшесіндегі саябақта балалар футбол ойнайды. Шкафтағы кітаптарды мен сатып алдым. Компьютердегі суреттер кімдікі? Тәуелсіздік даңғылындағы ескерткіш 2001 жылы орнатылды. Мұхтар Әуезов атындағы театр Жеңіс даңғылында орналасқан. Саябақтағы гүлзарда қызыл, сары гүлдер бар. Құрметті тыңдаушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасы дағы қосымшасын пайдаланып, Алматы көшелері тақырыбында шағын мәтін жазыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.